Әдебиет саласына көп еңбек сіңірген қоғам қайраткері Момытбек Қалдыбай ағамыздың «Серке» деген өте керемет шығармасы бар. Ол «Серке» деп ат қойылуында да атына заты сай деп айтсақ болады. Өйткені онда өзінің тікелей Бауыржан атамызбен әңгімелескен диалогын біздерге бір оқиға ретінде баяндап береді. Онда Бауыржан атамыз осы Мұхтар Әуезов жайлы өзінің пікірін қалдырған екен. Алматы шипажайы дейді. Таңғы сағат 10 болатын, мен Бәукеңе бардым дейді. Қалдыбай ағамыз айтып жатыр. Сонда Бәукең ішке кіргенімде, әжептәуір біреу келді ме десем, сен екенсің ғой деп әзілдеп сәлемді қабыл алғаннан кейін, сұрағың бар ма еді деп менен сұрады. Сонда мен, маған кезінде Мұхаң жайлы, Мұхтар аға жайлы баяндап берем деп едіңіз, соны білуге келдім дейді. Сонда Бәукең, онда жақсылап тыңда қарағым. Қазақта серке деген ұғым бар. Ол күллі отарды бастайды. Қорасына қасқыр келсе, мүйізімен сүзіп жолатпайды. Сондықтан мына біздің қазіргі қазақ әдебиетінде серке ұғымы бейнелі бір ұғым болып қалған дейді. Ешкіде теке деген де бар. Бірақ әрбір теке серке емес. Өйткені текенің мүйізі қысқа болады, серкенікі ұзын болады. Текелер қызғаншақ келеді. Олар төбелескен кезде Құдай салмасын, мүйіздері сарт-сұрт өлі тірісіне қарамайды. Олар сияқты ешкім төбелесе алмайды. Ал серкелер қызғаншақ емес. Олар төбелеспейді. Керісінше олар тыңнан соқпақ салып, жол бастайды. Сол себепті мына біздің қазақ жақсы серкелерді ешқашан соймаған. Оларға сенген, құрметтеген. Мына біздің фольклорда, қазақ әдебиетінде серке ұғымы сондықтан да ерліктің бейнесі ретінде қалды дейді. Мына серкелер намысшыл келеді. Қорасына қасқыр тисін, кім тисін, өзін толығымен бағыштап, құрбандыққа шалады дейді. Сол себепті де қойлардың қасқырға бағынбай, серкеге бағынуында үлкен сыр жатыр дейді. Өйткені серкелер оларды тура жолға бастап, оларды қорғайды. Ал текелер мен қошқарлардың оларды қорғауға шамасы жетпейді, және қолдарынан да келмейді деп айтты. Бейнелеп айтайын қарағым. Қазір біздің қазақ әдебиетінде бірде-бір серке жоқ деді. Бар болса, мынау серке ғой деп көрсетші, болмаса айтшы деді. Сонда мен күмілжіп қалдым дейді. Өзінің сұрағына жауабын күтпей, ары қарай сөзін жалғастырып кетті. Бірақ серкелер кезінде бізде көп еді. Мысал үшін Әлихан Бөкейханов, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Тұрар Рысқұлов, Қос Дос Мұхамбетов, және де жаңа Сәдуақасовтар, Шәкәрім, осылардың барлығын атап келе, Мұхтар Әуезов те осылардың қатарында нағыз серкелерден еді дейді. Осы тұста тағы да бір қазіргі қоғамның жағдайына сай, және сол қоғамда болып жатқан кейбір адамдардың қулық тұстарын біздерге баяндайды. Қалай баяндайды? Бір қауіпті ауру деп термин қояды. Ол термин конъюнктурщина деген термин болатын. Ол дейді, егер біреулер жақсы бір көтеріліп келе жатқан адамды көрсе, мынау көтеріліп келе жатыр, осыдан бір пайдам тиеді, осыған жағынайын деп айтады. Және сол жолда жүреді дейді. Ал тағы біреуді көреді, мынаның қолынан не келер дейсің? Бұған жағынбай-ақ қояйын деп айтады дейді. Және біреуді басқа біреу мақтап жүрсе, соны ести сала, дауыл қақтырып, ол да оны мақтай жөнеледі дейді. Бірақ дейді, мына кеуде тұсына, жүрек тұсына қолын қойып, мына жері жарық па, қарама, оған қарамайды. Нағыз таяздық осы деп айтты. Бірақ Мұхтар Әуезов ондай емес еді. Ондай кісілердің сипаты онда болған жоқ. Ол күнге бағарлықтан сақтанды. Ол жолды өте қатты жек көріп, басына қандай жағдай тумасын, ол тек қана шындықты жазатын. Тағы бір үлкен дәлелі қарағым. Қазіргі біздің әдебиетшілердің көп қателесетіні, мына оң қолымен жазғанын сол қолымен редакторлап тұсап отырады. Екі қолы бір-біріне қайшы келгеннен кейін, олар кібіріктеп жазады. Тағы да бір кемшілік. Саясатшыл келеді. Өздерінің саясаттан білімдері таяздығына қарамастан, әдебиеттен тыс саясат жоқ дейді дағаны, саясатқа араласып барлығын бүлдіреді. Мына
идеологияға теріс бармайық деп өздерін өздері бақылап отырып, жасампаздықпен жазып, шындықты бұрмалап жазады. Мына соғыстан қашып бара жатқан солдатқа ура дегізеді. Қашып бара жатып ура дегенге кім сенеді айналайын дейді. Соғыстың аты соғыс, ода жеңіс те бар, жеңіліс те бар. Мұхтарға, Мұхтар Әуезовке дән риза болатыным дейді. Ол басына қандай күн тумасын, тек шындықты жазып өтті, шындықты бейнеледі. Не бердім, не алдым деген бар қарағым. Мұхтар Әуезовтің беретіні көп болды. Жарықтық алатыны аз еді. Аз нәрсені алып кетті. Мына қазіргі кезде қазақ қоғамында осы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында мына Құнанбайды жаман кейіпкер ретінде танытқан дейді. Сол себепті ол Мұхтар Әуезовке басқаша пікірде болып жатқан тұлғаларды кездестіріп жатамыз. Осыған бір жауап ретінде Бауыржан Момышұлы өзінің басынан өткен тағы бір оқиғасын баяндап береді. Бір күні семейлік Мүзәміл деген соғыс ардагерімен жолығып қалдым. Ол кісінің әкесі Абайдың замандасы болып, Абаймен әңгімелескен көрінеді. Сонда әкесі Абайдан сұрапты: "Сен әкеңнен артықсың ау?" деп. Сонда Абай: "Жоқ, мен әкемнен артық емеспін" деп өзінің басынан өткен оқиғасын баяндап берген екен. Бір күні Құнанбай Абайды өзіне шақырып: "Мырза жігіт, табыныңда жақсаттар бар ма?" деп сұрайды. Сонда Абай: "Иә, бар" деп жауап берген екен. Онда сол жақсаттарының ішінен 7 байталды бір айғырды бөліп бақ деп тапсырма береді. Осы тапсырмасын орындау үшін Абай 3 рет бәйгеден алып келген біреудің құнанын 100 қойға айырбастап алып, өзінің табынына қосып қойған екен. Арадан біраз уақыт өтіп, Құнанбай Абайдың ауылына келеді. Онда келгендегі мақсаты сол бұрынғы тапсырмасы бойынша еді. Абай Құнанбайдың келе жатыр деген сөзін естіген кезде әкесінің мінезін жақсы біледі, ауласын бәрін тазартып, өзі дайындалып тұрады. Аз уақыттан кейін Құнанбай да жетіп келеді. Сонда әкесінің иығынан сүйеп түсіріп жатқан кезде Құнанбай: "Мырза жігіт, ренжи көрме, аттан түсіп сәлемдесейік, бірақ үйіңде отырып шай ішпейміз. Шұғыл жұмысымыз бар, табынға баруымыз керек" деді. Сонда Абай дереу бұрынғы тапсырмасына келген екен ғой деп ойландым дейді. Сөйтіп ары қарай табынға қарай аттандық. 4-5 сағат жол жүріп, әлгі табынға жеткен кезде әкеме қатты таң қалғаным сондай дейді. Бұрынғы алып кеп қосқан құнанды дереу таныды. "Мырза жігіт, ана құнанды ұстатшы" деп айтты. Жігіттер әп-сәтте ұстап алды. Сөйтті да аны басқа табынға барып, тағы да бір құнан іздей бастады. Оның ішінен тағы бір құнанды көріп, "Енді ананы ұстатыңдар" деп айтты. 6 жігіт 6 айналып зорға ұстады дейді жаңағы құнанды. Сөйтіп, осы екеуін жарыстырайық деп айтты. Көз көрім жерден жаңағы 2 құнанды жарыстырып шаптырды, қар белуардан келетін дейді. Сөйтіп, 2 құнан жақындаған кезде әкем: "Мырза жігіт, қалай ойлайсың? Сенің құнаның құлап қалмас екен" деп күліп, сол күлген кезде езуі жиналмай жатып, шынымен де менің құнаным 100 қойға айырбастап алған құнаны 4 аяқтап қалды дейді Абай айтады. Сонда барып мен білдім дейді. Менен қарағанда әкем мықты екен, менен қарағанда әкем ақылды екен. Бала қанша ақылды болса да, әкеден бір сата төмен тұрады екен деп жаңағы өзінің басына кешкен оқиғасын баяндап берген екен. Бауыржан ағамыз осы оқиғаны баяндай келе Мұхтар ағамыздан: "Сіздің осы оқиғадан хабарыңыз болды ма? Егер болса, не үшін Абай жолы сюжетіне қоспадыңыз?" деп сұрайды ғой. Сонда Мұхтар ағамыз: "Ей Бауыржан, Абай жолына қосылмай қалған жалғыз оқиға осы дейсің ба? Көп оқиғалар ол романның ішіне қосылмады. Мен өз мақсатыма қызмет етпейтін деректермен айналыспаймын. Бірақ осы оқиғалардың барлығы Абай жолы романына қосымша бір мәлімет ретінде қалуы тиіс. Өйткені Абай жолы романы әлі толық зерттеліп болды деп айта алмаймын" деп жауап берген екен. Осы тұрғыда егер Абай жолы романын зер салып оқитын болсақ, біз Мұхтар Әуезов ағамыздың кемеңгер екендігіне көз жеткіземіз. Өйткені ол кісі осы романда көптеген астарлы мағынамен біздерге көп нәрселерді жеткізе білді. Мәселен, Құнанбайды жаман кейіпкер ретінде көрсетсе де, оның қаншалықты діндар екенін біздерге жеткізді. Қалай? Мысалы үшін, Құнанбай жаман кейіпкер, бірақ оның
қажылыққа барғандығын біздерге баяндайды. Ал бірақ елестетіп қараңыз, ол кезінде қажылыққа адамдар жаяу барған. Қажылыққа шықпастан алдын бүткіл отбасымен, ауылмен қоштасқан. Не үшін? Өйткені ол жерден келе алу мүмкіншілігі бар ма, жоқ па, оны білмейді. Баратқан адам өліммен бірдей, яғни келе алмай қалу мүмкін деп толығымен қоштасып кеткен. Ал ондай жолға кім барады? Құдайға деген жүрегінде сенім бар ғана адам барады. Осыны біздерге көрсетіп кетті. Бұл бірінші мысал. Екінші мысалға келетін болсақ, мына өзінің келінімен зина жасады деген Қодар есімді бір кейіпкерді алып келеді. Ол кейіпкердің жазасы ретінде Құнанбай барлық ақсақалдарды жинап, дарға асу жазасын бекіткен кезде қастарында Абай отырған болатын. Абай сонда ішінен ойлап, бұл дарға асу қазақ салт дәстүрінде жоқ. Ол өзінің ойын келтіре отырып, өзінің оқыған кітаптары, яғни Харун Рашидтің дәуірінде қолданатын жаза ғой деп ойланды дейді. Осы тұрғыда бізге Мұхтар Әуезов ағамыз Харун Рашид деген мұсылмандардың халифасы бар, оны оқыңдар, біліңдер деп біздерге бір сілтеме жасағандай. Бұл бір екі ғана мысал. Негізінде жаңағы айтқанымыздай зер салып оқитын болсақ, ондай мысалдар жеткілікті. Және де Бауыржан атамыз орыс қаламгері Леонид Сергеевичпен жолығып, сонда ол кісінің Мұхтар Әуезов жайлы білдірген пікірін бізге жеткізеді. Ол кісі былай деген екен: Мұхтар Әуезов мына орыс тілін Ыбырайдан және де Абайдан, Шоқаннан кем білген адам емес, бірақ орыс тілінде тартынып жазатын. Сол сияқты орыс тілінде бірде-бір көркем әдебиет жазған жоқ деді. Осыдан біз көреміз Мұхтар Әуезовтің қазақ халқына, қазақ тіліне қандай құрметпен қарағандығын. Ал енді Мұхтар ағамыз осы Абай жолы романын жазбағанда, біз Абай бейнесін толығымен танып білмес едік. Осы роман арқылы біз Абай бейнесін толық танып, осы Абайдай тұлғаны жетілдірген Құнанбайды білдік та. Бұл ол кісінің үлкен кемеңгерлігін көрсетеді. Ал енді осыдай өзіміздің қаламгерлерімізбен батырларымызды өзіміз мақтап дәріптемесек, біреулер келіп бізде дәріптеп бермейді. Ал оларды жақсы қырынан танып, жақсы бейнелеуіміз үшін оларға деген пікіріміз, ойымыз жақсы болу керек. Қасиетті Құран кәрімде Аллах Тағала айтады: "Уа иман еткендер, ей мұсылмандар" дейді, "жаман ойлардан сақтаныңдар, өйткені кейбір жаман ойлар күнә" дейді. Ал енді соларға біз жаман ой ойласақ, оларды жаман қырынан танытамыз, сөйтіп оларға деген қиянатымыз артады. Күнәнің қайдан шығатынын Аллах Тағала біздерге осылай жеткізуде. Ал егер жақсы ойласаңыз, жақсы қырларынан, жаңағы келтірген мысалымыз сияқты жақсы қырларын көріп, сомен мысал берсеңіз, Аллах Тағаланың алдында да, бұл кісілердің алдында да біздің ұрпақтық борышымыз екен. Алла баршамыздан разы болсын.